Құрметті достар, бүгін сипаттау эссемен танысамыз. Бүгінгі сабақ барысын өзіңізге сақтап алу үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Қандай эссе жазсақ та, ол эссенің құрылымын білуіміз керек. Олай болса, сипаттау эссенің кіріспе бөлімінде елді мекеннің немесе жердің аты, орналасқан жері, бұл жерге барғандығы туралы жазылады. Ал негізгі бөлімде сол елді мекеннің негізгі ерекшеліктері сипатталады. Соңғы қорытынды бөлімде ол жерден алған әсері мен өзінің ұсыныстары айтылады. Ендеше мен де өзімнің қалам туралы жазған сипаттау эссені мысалға келтірейін. Эссе құрылымы бойынша кіріспе бөлімде берілетін мәліметтерге назар аударайық. Мен Батыс Қазақстан облысындағы Орал қаласында тұрамын. Орал қаласы еліміздің басқа қалаларынан өзінің табиғатымен ерекшеленіп тұратын жасыл қала. Ол Жайық өзен жағасында орналасқан. Кіріспе бөлімде берілген мәліметтермен таныстық. Негізгі бөлімге келер болсақ, Орал қаласы ауа райы таза және өмір сүруге қолайлы аймақ. Табиғаты да ерекше. Орал қаласының маңынан Жайық, Шаған және Деркөл өзендері ағады. Сол себепті мұнда орманды алқаптар көп. Өзендерді былай қойғанда, қаланың ішінде серуендеген адам құтты бір саябақта жүргендей әсерде болады. Айнала жап-жасыл, табиғатының қолайлығы сонша ағаштары да жемістің түр-түрін береді. Сондықтан Орал қаласын еліміздегі ең жасыл қала деп толық айтуға болады. Ал енді қорытынды бөлімге келер болсақ, қорыта айтқанда, менің қалам өзінің керемет табиғатымен алыстан көз тартады. Жасыл желегі жайқалып, қаланың көркін күннен күнге көркейте түсуде. Сондықтан мен де қаламның әсем табиғатымен мақтанамын. Олай болса, бүгінгі сабақта сипаттау эссе құрылымы мысалдармен таныстырылды.